Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 3 сынып. Уақыт бөлімі. Сабақтың тақырыбы ерте ұйықтаймын. Пән мұғалімі Лесова Ақмарал Кеңесовна. Жаңа сөздер. Қашан, дейін, кейін, кешке, кеш, ерте. Жаңа сөздерді пайдалана отырып, үй жағдайында сөз тіркестерін құрап көріңдер. Қашан ұйықтайсың? Мектепке дейін, сабақтан кейін, кешке оқимын, кеш ұйықтаймын, ерте тұрамын. Сен қашан тұрасың? Сен түске дейін не істейсің? Сен түстен кейін не істейсің? Сен кешке не істейсің? Жалғауларға назар аударыңдар. 74-ші бет, 2-ші тапсырма. Оқылым әрекеті. Мәтінді оқы. Мен таңертең ерте тұрамын. Түске дейін мектепке барамын. Сағат 1-де үйге келемін. Тамақ ішемін. Түстен кейін сабақ оқимын. Теледидар көремін. 8-де тамақ ішемін. Кешке ерте ұйықтаймын. Сен ерте ұйықтайсың ба? Кеш ұйықтайсың ба? Тапсырманың дескрипторы. Мәтінді оқиды 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Айтылым. 3-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сағат неше болды? Бұл қай кез? Сен не істейсің? Тапсырманың дескрипторы. Сұрақтарға жауап береді 1 балл. Жауап беру барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Айтылым әрекетіне 2 балл қойылады. Келесі тапсырма жазылым. 75-ші бет, 5-ші тапсырма. Ол үшін тиісті қосымшаларды жалғап жазуымыз керек. Тапсырманың дескрипторы. Тиісті қосымшаларды жалғайды 1 балл. Жазылым барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Бірінші сөйлемге дұрыс жалғау жалғайды 1 балл. Әрі қарай 2-ші, 3-ші, 4-ші сөйлемдерге дұрыс жалғау жалғаған жағдайда 1 балдан алады. Барлығы жазылым әрекетіне 6 балл қойылады. Берілген тапсырмаларды дұрыс орындады деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.